Сәлем достар, Семей қаласындағы СемАЗ автокөліктер құрастыратын завод қалай жұмыс істейді? Бірге тамашалайық. Семейдің батыс өнеркәсіп аймағында орналасқан бұл кәсіпорын 2007 жылдың ақпан айында тіркелген. Еліміздегі тұңғыш толық циклді көлік құрастырушы зауыт тораптар мен агрегаттарды жинақтаумен ғана емес, сонымен қатар шанақтарды сырлау, дәнекерлеу жұмыстарымен де айналысады. Кәсіпорынның өндірістік қуаты жылына 1200 автобус. Зауытта орташа және үлкен класста автобустар құрастырылады. Шанақ бөлшектері түгелдей Кореядан жеткізіледі. Жалпы осы зауыттың арқасында жергілікті өнімнің үлесі 50%-ға дейін жетіп отыр. Өндіріс цехындағы негізгі бөлім берік темірді дәнекерлеуден басталады. Көліктің өн бойын тұтастырып, берік ұстап тұратын темір әзірленеді. Оны әзірлегенде ұсақ бөлшектер тұтастырғыш берік темірге дәнекерлеу арқылы жалғанады. Келесі бөлім қаптау бөлімі деп аталады. Бірінші цехтағы тұтастырғыш берік темір мен ұсақ бөлшектерден тұратын құрылымға қаңқа бекітіледі. Осылай автобустың шанағы да дайын болады. Көліктегі негізгі темірге жалғанатын қаңқалар сызба үлгісі бойынша әзірленеді. Көлік шанағы дайын болған соң бояу бөліміне жөнелтіледі. Металл тазартылып, алғашқы бояу жағылады. Одан кейін сырланған автобус кептіру камерасында біраз уақыт болады. Қайтадан бояу камерасына жөнелтіліп, тапсырыс берушінің таңдаған түсіне қарай боялады. Қайта кептіріліп, өңдеу цехына барады. Енді автобустың шанақ ішіндегі жұмыстары жүргізіледі. Электр кабельдері тартылып, ауа баптағыштардың сымдары орнатылады. Алдымен толықтай шанақ ішіне шудан оқшалау жұмыстары жүргізіледі. Жылытқыш поролондар салынады. Корей елінен тасымалданатын жылытқыш зат 45 градусқа аязға да шыдас береді. Сонымен қатар орындықтары қойылады. Осылай ішкі сыртқы жұмыстары біткен автобус енді сапасын бағалау бөліміне жіберіледі. Бақылаушы мамандар автобустың қалай сырланғаны мен өзге де жұмыстардың дұрыс жүргізілгенін, орындықтардың талапқа сай орналасқанын тексерістен өткізеді. Сынақтан өткен автобус сатылымға дайын болады. Бұл көліктің тағы бір артықшылығы жол талғамайтындығы. Зауытта 500-дей адам жұмыспен қамтылған, барлығы тәжірибелі мамандар. Алдағы уақытта зауыт өнімдері үкіметтік қоғамдық көліктерді жаңалау бағдарламасына сәйкес Батыс Қазақстан, Павлодар, Маңғыстау облыстарына жеткізіледі деп отыр. Зауыт жыл соңына дейін 200 автобус шығаруды жоспарлап отыр.